Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай үлпілдек мамықтай болып шығатын пирожкилар дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы жылы су мен жылы сүт қажет болады. Үстіне 1 шай қасық дрожж, 2 шай қасық қант пен 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді біз дайын болған сұйықтығымыздың үстіне 1 жұмыртқамызды қосып араластырып аламыз. Енді 50 граммдай сұйық майымызды қосамыз. Осы аралықта біздің ұнымыз електен өткізіліп дайын тұруы керек. Ұнымызды бірден салып жібермейміз. Осылай бірге немесе 2-3-ке бөліп сала отыра қамыр илеуді бастаймыз. Мен бұл жерде 600 граммдай ұн пайдаландым, ал сіздер ең алғашында 550 немесе 500 грамм ұн сала отырып қамыр илегенді бастағандарыңыз жөн. Ең бастысы қамырды жұмсақ етіп илеп шығыңыздар. Енді біз бұның бетін пищевая пленкамен жауып, 1 немесе 2 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Мен салмасына капустаны пайдаланып жатырмын. Бұл жерде пиязымды майдалап турап, және де сәбізімді теркадан өткізіп алдым. Капустаны да майдалап турап шығыңыздар. Егер капуста ұнамаса немесе үйде болмаса, картоппен немесе фаршпен жасасаңыздар болады. Енді табамыздың үстіне аз ғана сұйық майымызды құйып қыздырып аламыз да, оның үстіне жаңағы дайындап алған салмаларымызды салып, кішкене жұмсарғанша және де өзінің тірі күйін жоғалтқанша жақсылап араластырып аламыз. Үстіне қара бұрыш, тұз және де өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Алғашында осылай тоқтаусыз, орташа отта араластырып тұрған дұрыс. Енді барлығын салып жақсылап араластырып алғаннан кейін 7-8 минутқа оттың астын өте баяу қойып бұқтырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің салмамыз өзінің көлемін бір шама есе басылып, әдемі салма дайын болды. Ал осы аралықта біздің қамырымыз жақсылап көтеріліп дайын болды. Менде қамыр 2 сағаттай бөлме температурасында тұрды. Енді қамырымызды аз ғана ұнға ауанатып, колбаска жасап аламыз. Егер де қамырларыңыз үлкен болып бара жатса, оның ортасынан 2-ге бөліп алсаңыздар болады. Енді осылай грамдап немесе көз мөлшерімен бөліп алсаңыздар болады. Егер де сізде заказға жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде барлығы бірдей болу үшін таразыға салып, массасын өлшеп алған дұрыс. Енді қамырларымызды 10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Осылай бетін пленкамен жауып қойыңыздар, себебі қамырдың беті қаясып қалмауы керек. Ал қыздар, енді қамырымызды жайып, түйіп бастаймыз. Қолдарыңызбен де жайсаңыздар болады. Міндетті түрде оқтаумен жаюдың қажеті жоқ. Қамырды қатты жұқа қылып жайып қоймаңыздар. Міндетті түрде қалыңдау етіп жайған дұрыс. Енді ортасына салмамызды салып, бетін осылай қолымызбен шымшып түйіп шығамыз. Енді бұларды да 15-20 минутқа көтерілгенше бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Енді әдемілеп көтеріліп дайын болған пирожкиміздің бетіне пленкасын алып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Міндетті түрде барлық жеріне тигізіп жағып шығыңыздар, сол кезде сап-сары әдемі болып шығады. Пирожкиларымды 20-25 минуттың ішінде 180 градуста пісіріп алдым. Өте әдемі, әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл рецептпен мен бір жасағаннан-ақ шығатынына 100% сенімдімін. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған балауса астарыңыз дәмді болсын.